Ассалаумағалейкум. Бүгін сіздерге мандариннен даярланатын дәмді пирогты көрсетемін пісіріп. Бисмиллах деп, ең алдымен 3 жұмыртқаны жарып саламыз. 100 грамм қантымызды, 50 грамм бөлме температурасындағы маргарин немесе сары майды салып, жақсылап араластырып аламыз. Бөлме температурасындағы 140 мл сүтімізді құйып, тағы 1 рет араластырамыз. Ұнымызды 300 грамм елегіштен өткізіп саламыз. Бір шай қасық ванильді қантты және 1 пачка 15 грамм қопсытқышты саламыз. 1 шым тұзымызды себемізде барлығын жақсылап араластырамыз. Пирогымыздың қамыры дайын болды. Енді оны біршама уақытқа қалдырамыз. Дәмді бәлішіміздің салмасы мандариндерді тазалап аламыз. Мандариндерді міндетті түрде қабығынан және ішіндегі тұқымдарын толықтай тазалап алғаныңыз жөн. Егер тұқымы толық тазаланбаған жағдайда ол қышқыл, жағымсыз, ащы дәм беруі мүмкін. Қамырымызды формамызға саламыз және бір келкі етіп жаямыз. Сіздер 22-24 сантиметрлік форманы пайдалансаңыздар болады. Мандариндерді барлық қабығынан толықтай тазалап алған соң, домалақ күйінде теңдей өтіп бөліп, тұқымдарынан тазалап, домалақ етіп салсаңыздар да болады. Енді барлық мандариндерді өзіңіз қалауыңызша әдемілеп қамырдың үстіне салып, сәл-сәл басып орналастырамыз. Және де алдын ала бөлме температурасында немесе одан да сұйық етіп ерітілген сары майды даярлап қойғаныңыз жөн. Сары май толықтай ерімеген, жұмсақ болған жағдайда кисточканың көмегімен бір келкі етіп мандариндердің үстіне жағып аласыздар. Кейін 2 ас қасық қантымызды үстіне бір келкі етіп себеміз. Алдын ала қызып тұрған духовкада 180 градуста 25-30 минутта пісіріп аламыз. Пісіру уақыты сіздердің духовкаларыңыздың ерекшелігіне байланысты ұзарып немесе қысқаруы мүмкін. Суығаннан кейін форманың ішінен шығарамыз. Мандарин салмасы бар дәмді бәлішіміз, пирогымыз дайын болды. Суығаннан кейін формадан шығарып, кесіп дастарханға ұсынсаңыздар болады. Баршаңызға ас болсын. Ас мәзірі ұнаса, біздің YouTube арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басыңыздар. Лүпілдеріңізді аямаңыздар. Комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді жазып қалдыруларыңызға болады. Біздің YouTube арнамызды қолдап, көрермен болған кісілерге көп рахмет айтамын. Мандарин салмасы бар дәмді бәлішті пирогты даярлап көріңіздер. Еш өкінбейсіздер, өте дәмді шығады.